Ең көп сүт беретін топ 5 сиыр тұқымы. Бұл сиырлар сүтті соншалықты көп береді, бір сиыр бір ауылды сүтті шаймен қамтамасыз ете алады. Ал видео соңында Қазақстанның рекордшы сиырлары жылына қанша тонна сүт беретінін айтатын боламын. Сонымен 5-ші орында Гернси тұқымы. Бұл сиырлар Ұлыбританияның Гернси аралынан шыққан. Жылына орташа есеппен 7,5-8 литр сүт береді. Сүттің түсі алтын секілді сары. Құрамында бета-каротин өте көп. Сондықтан майлылығы мен дәмі ерекше. 4-ші орында Айршир тұқымы. Шотландияның қатал табиғатына бейімделген төзімді тұқым. Жылына 8-9 литр сүт береді. Сүтіндегі май түйіршіктері өте майда. Сондықтан бұл сүттен ең сапалы ірімшіктер жасалады. 3-ші орын Джерси тұқымы. Әлемдегі ең сүйкімді әрі кішкентай сиырлардың бірі. Салмағы жеңіл болса да, жылына 9,000 литрға дейін сүт береді. Сүтінің майлылығы бойынша әлемдік лидер 6%-дан жоғары. Бұл нағыз қаймақ беретін сиыр. 2-ші орында Швейц тұқымы. Альпі тауларының мақтанышы. Жылына 9,000-10,500 литр сүт береді. Өте ұзақ өмір сүреді және сүтінде ақуыз көп. Нағыз зауыт десе де болады. Егер сізге агроконтент ұнайтын болса, Агромен парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Голштейн Фриз тұқымы. Әлемдік сүт индустриясының абсолютті патшайымы. Жылына орташа есеппен 10,000-12,000 литр сүт береді. Бұл тұқымның кейбір сиырлары жылына 30,000 литрдан астам сүт беріп, әлемді таңғалдыруда. Әлемдегі сүттің басым бөлігі осы қара ала сиырлардан алынады. Ал Қазақстанның сиырлары ше? Біздің елде сүт бағытында Алатау, Әулиеата және қара ала сиырлары кең тараған. Жақсы күтімдегі қазақстандық сиырлар жылына 4,5-6,000 литр сүт береді. Еліміздегі ең озық фермаларда Голштейн тұқымдас сиырлардан жылына 9,000-10,000 литр сүт алынуда. Бұл әлемдік деңгейдегі көрсеткіш.